Мен мына психологиядағы ер азаматтарды шыны керек түсінбеймін. Әйелімді асырап жатырмын, бағып жатырмын, жағдайын жасап жатырмын, жеген алдында, жемеген артында тағы не керек? Неге өмір бойы қабағы түйіліп жүреді, неге недовольны болып жүреді, не ұнамайды, неге жылай береді, неге күліп жүрмейді дейді да, әйелін айттай береді, кінәлай береді. Сонда сіздің түсінігіңіз бойынша осылай ойлайтын ер азаматтарға айтып жатырмын. Әйеліңіз сізге тамаққа мұқтаж болған үшін, киетін киімі болмаған үшін, тұратын жері болмаған үшін үйленді ма? Сізге дейін-ақ оны Құдайға шүкір әке-шешесі өте жақсы асырады, еркелетті, мәпеледі, бақты, қақты, ешнәрсеге мұқтаж болған жоқ. Университетті бітіріп, қаншама жыл жұмыс істеп, өзінің жағдайын жасап алатын қаншама қыз-келіншектер бар, оны санамаған кезде. Қазір-ақ барса, әке-шешесі қарай алады, ағасы қарай алады, інісі қарай алады. Материалдық қажеттіліктердің барлығын